барша футбол сүйер қауым. Жоғарғы лига аясындағы кезекті кездесуіміз Қарасу Edge Brands командасының ойыны сіздермен біз тамашалайтын боламыз. Edge Brands командасы бұл кездесуде фаворит рөлінде ойнауда, өйткені турнирлық таблица бойынша Edge Brands командасы жоғарғы сатыда, ал Қарасу командасына әзірше жақсы, Қарасу командасының әзірше жағдайы сәл нашарлау. Бұл жерде аут және де артқа қарай пас. Қауіпті ойын көрсетті. Қарасу командасының ойыншысы сол себептен фол жарияланды. Бұл жерде де ойын тәртіп бұзылды. Және де Қарасу командасының ойыншысы жерде сенбей қалған сияқты доппың келетініне. Edge Brands командасы бұл ойындағы алғашқы голды соқты және де ойынымыз жалғасуда. Әдемі алып шықты және де тию керек еді бұл жерде. Шабуыл, есе бірде бір.
Ақсу командасының номер 9-шы ойыншысы бұл жерде есепті теңестірді. Oyuncularda және де соққы қақпашы бұл соққыны қайтара білді. Ал Чипренс бір шабуыл және де соққы қақпашы бұл соққыны бетін қайтарды. Топ Чипренс командасының ойыншысында болған және де соққы жасап көрді. Есеп 2-1, номер 4 футболына. Ұзақна демі мүмкінді. Дуапқа қарай таза ойнады.
Альбер номер 10 бұл ойындағы кездесудегі екінші голдың авторы атанды. Комбинация, бірақ топ қақпадан қиыс кетті. Ойынымыздың 11-ші минуты өтуде, есеп 3-1. Қарасу командасы әзірше 2 гол айырмашылығымен есе жіберуде. Және де есепті теңестіріп алға шығуға уақыт өте көп, жеткілікті.
komandasining o'yinchisidan tiyib ketgan bo'ladi. Сол себепті bu yerda Hayp so'qqisi so'qdi. Arta kaldı. Kesip 3'te 1. Karasu komandası golü qaytarabildi. Gol ayırmaçılığı 1. Oyun ayaqqabıda hali de vaqt yetkilikda.
2. O'yinimizning ikkinchi jartisi boshlandi. Yanada blok Qarasu komandasida. Buzuldu. Ayıp soqqusi yanada top Qarasu komandasida.
3-1 есебінен қайтарып алды Қарасу командасы. Және де әлі де 15 минуттай ойын уақыты бар, және де екі командада мүмкіндіктер болады. Осы ойын есебі сақталып қалады деп ойламаймын. Бұл жерде қақпашы қателігі, есеп 4-3. Еркін соққа қақпашыға қарай екінші рет пас берген болады. Қақпашы бұзылды. Есеп 5-4. Әдемі орындалған. Әдемі орындалған. Айып соққысы. Және
Esep 5-5. Номер 7. O'yinda. Taqda bir gol. Нервничал. Avtor atandi. Номер 8. Qahbashi Xalaycha bu to'pni jibirib oldi. O'ta xavfli satda. Time out. O'yin жалғасуда. O'yin tartibida yo'q, qarasida. Brest komandasida 5 gol ko'rish ko'rsatdi. O'yin oyoqlagiga 4 minutday vaqt qoldi.
6'da 4, 7'de 5 keçirmişler. Qaqbaşı bu golni aqtiradi. Yerchi Brest komandasining жағдайы қиындау. Gol ayirmachiligi 2. Janada komandada 5 gol. Komandası әзірше Қорғанысда ойнауда, және де жақсы ойнауда. Әзірше 2 гол айырмашылықта есеп береді деп дегенге жібере қоймас. Ойын тәртібі бұзылды. Соңғы шабуыл болуы мүмкін. Ойын аяқталды, және де бұл тартысты ойында 7-де 5 есебімен Қарасу командасы жеңіске жетті.